Bарлықтарыңа ассалаумағалейкум дос. Уалейкум салам. Барсыздар, біз бүгінгі видеороликта Мен Байлы, біз бүгін выживание ойнайтын боламыз. мен айтпақшы қасында Байлы. Біз бүгін Майнкрафтта выживать ететін боламыз. И Майнкрафтта өте тырысатын боламыз. Мен қанша жыл ойнап бірде-бір рет Майнкрафтты өте көрмеппін. Похуй, говоришь. Похуй. Ендеше осыны біз істейтін боламыз. Егер де дайын болсаңыздар, біз кетті. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпа. Біз енді той ішіне кеттік. Бәріміз білеміз, Майнкрафтта бірінші өшеді ресурстар жинауымыз керек. Ресурстар әрдайым бірінші, әрдайым. Чего, блядь? Майнкрафтта ең бірінші бізде ресурстар керек болады. Біз бірінші біз ағаштар жинайтын боламыз, аз тезсіз. Өміріңіздің бәрі жұмыс шешесің. И бірінші инструменттер істеу керек бізде, қазір верстак істейміз. Осы жерде шахта бір бәле бар ма? Білмей тұрмын шешеңамы. Бізге бірінші шахта жинау керек. Айтпақшы, шахтада өте күшті бұлттар бар. Сөйлен алмаз, железо деген немесе алтын газ білмеймін. Біз бірде 13 версияда ойнап жатырмыз. Алтын бұйырды қатты теңіз етпейді. Осында қуатын ілетін бұл, мен білмей қойыңдар. Сол себепті бұл жерде алтын қатты важны емес, только золото яблоко істеуге керек болады бізге алтын. Ал қалғандары алтын бұл жерде қатты важны емес. Қазір бұл жерде ең важны керек бізге. Ол бізде железо мен алмаз. Алмаз бұйырды қатты теңіз етеді. Сол себепті біз бірінші жерде алмаз табуымыз керек. Балта. Балта? О, міне, маған уже топор істеп қойыпты. Топормен вообще тесетін боламыз. Топормен тесіз, ағаштарды рубить етеміз. Рубить ететіндер бар ма? Рубить ететін біреу бар ма? Стойкада рубить ететін. В общем, рубить етеміз да ағаштардың бәрін. Сенің никнеймің мүлдем көрінбейді екен маған. В общем, біздің сосын еда керек болады. Біздің қарымыз біреу тез ашады. Сол себепті бізге еда жинау керек қазір. Біз, в общем, бір онша емес жерде шықтар, енді бәрін жуар қолма отырсыз көрік. Міне шахта, бірінші шахтан. Уже бір шахта табылды ма? Мен пока онда еда жинай береді, сен шахтаны іздей бер. Түйші лагать етіп отыр. Қазір бір. Міне жерде, мынау кальмар ма, не мынау? Бір қақ бар бір нәрсе шығарып отыр, оған сен? Вау! 8 аяқ па? Сегіз аяқ. Бұл ішінен бір қарашы қақ бара бір нәрсе түсті, бір болгарский акцент. Бұл неге мой не істеу одыз? Егер де не істеу одым болса, комментария жазып кетіңіздер, бізге барынша советтерін жаза беріңіздер, мен ешқайсысын алдыма оқитын боламын. Сіздердің советтарыңыз бізге өте маңызды. Біз сіздердің советтарыңыз арқылы выживать етуге тасамыз, бізге бір-екі плюстарын айтып беріңіздер. Менде үш табырсынып қалды. Моментально қазір бар, верстакқа бар. Бір-екі заттар су керек. Атойды онда верстак істейсі қайып өтші. Сол жерде верстак тұрады ғой. Ол бей жақтайын. Осы бұлай істейсі қайып, верстак. Бір верстак істедік, енді вәзіміз верстакты нері қойып, бірінші қалды. Бірінші палка керек бізге. 12 палка жетіп қалу керек. И бізге бірінші керка істеу керек, на всякий случай. Керка керек болады, и бізге сосын меч керек болады. Меч істеу болады. И топор тоже бізге ол достар очень важный. Топор өте керек болады, топор істеуді мен үш білемін. Және бұл қаландар керек емес, енді бізге чүш, бізге ас керек, әйтпесе қарның уже етім етіп қалды уже. Жүгірсен ет жаман тесін. Енді уже үшін өтіп қалды ма? Шақтада маңызды шашы жоқ па? Бізге сосын мен есту бойынша деревняларда күшті ұлттар болады. Деревняларды табу керек бізге. Деревняларда үшін жетілерден крабаттарын қойсақ болады. Болмаса керемет ұлттар шығады деп естігемін. Болмаса кожаный, баскин кожаный, болмаса бронялар. Солардың бәрін жинау керек бізге. Қақпақа алсақ деп тұрмыз керек. Бұл жерде бізге чет қолын алмайды, бірімізге тияқ бар теріс ете алмаймыз. Сол жерде барынша алыстан отырсу керек. Қазір мен
Ozayın onlardan zip green koy olması size benzetimler bol vererek çok da tabama yaramışlar. Şamı janar olmalıydı. Emniydi. Karndaş bugün de var. Ben de zugo. Az zugra almayı da kalançar mı? Gitti. Наконец-то! Свинья-топ. Наконец-то свинья-топ. Ага, мне свинья-топ. Так уж у меня фантазии не var. Ya bu жерде задержка болу керек, сол кезде одан қатты болып берді размах алады, короче. Бұл жерде сәл арт қарай таршылады да сосын ол удар алынады. Қазір мына жақ приборек. Bir gün жауап olmayıp бірінші жер. Сефақтаз не бірінші. Шахтың ішіне кіріп кеттім. О, маған скелет атака жасап жатыр. Шахтың ішінде жүрдің ба? Иә. Енді бірінші ұрып қалмай отырсың енді. Бана бірінші шахтылар ішіндесің ба? Иә, бірінші үлкен шахта. Мен жауап қалмай ол жерден. Мен бірінші кіріп жинадым. И бізге бірінші пеш керек болады қазір тас. Мен де тастар әкелем қаз. Қазір де өзімді жинай берейін, қора отырмай. Маған уже получил достижение каменный век дейді. Уже каменный инструментар істеген бердім. Иә. Я да уже достижениялар шығып жатыр. Бізге бір жерде камен важный. Қазірге камен қазір бізге маңыздар болып тұр. Потому что себебі бізде қазір железо шәсі жоқ. Алмазды есту бойынша тек железомен сындыра аласың деп естігенмін. Әйтпесе басқа киркалармен сындыратын болсаң, повредить етіп алып, оны вообще аламайсың деп естідім. Бізге пока мынандай камен керек болады. Каменмен қазір инструменттер болмаса пеш істеп алу керек. Еттердің бәрін жылтып алу керек. Еттердің бәрін, міне уже менде голд басталды. Былай істейді бағым пешті. Ой, қайтет помныңыз. Жер тез шықты. Алдымдан шықтым ғой, Көрдім, иә. И бізге переплавить ету керек. Чуть-чуть салып жіберіп бір тоғыштып жет. Мен саған керек па, балық? Угіль бар ма сенде? Бар менде угіль, жетеді. Балық. Угілдан қазір файт плюс істеуім керек. Кешірім өтінемін, енді менің ойымша выживание үшін бәрі істеу керек секілді, мен қанат емес нәрсені тежеуіме тура келіп. Менде далбайып тоясың. Иә, айтпақшы. Біз мұсылман болайын финал жей алмаймыз, бірақ бұл ойын деп енді жақсы жағынан далбайшы деп ойлаймын. Қазір етті жеп алайық. Если что, бұны жеп атқан мен емес. Написано жеп жатыр, мен ғана білем. Тағы не керек болады бізге? Біз бірінші жерді айтпақшы, давай. Біз гряздан үй соғып алайық, байқан. Қазірге әрине, қазірше біз түнейтін жер болу керек, әйтпесе зомбилармен тұрғылатын жер болмайды. Күндізінде төбелесуге тура келеді. Сол себепті бізге бірінші очередь үй соғып алу керек. Чтобы тірі қалу үшін зомбилардан. Әрине, кешке жағын зомбилардан көп луттар шығады. Бізде ең бастысы Майнкрафтты өту, бірақ зомбилардың да көп лут шығатынын ұмытпаймыз. Лутта сол себепті біз түнімен шайқасатын секеміз. Өйткені біз топырақтан аса 5 минут күтіп отқаннан гөрі зомбилармен шайқасқан қайда көбірек экшен алатын сияқтымыз, видео арқылы. Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Сенде қанша грязь бар? 11. 11 ма? Менде 28 бар. Керек па грязь? Жоқ пока. Қайға сосақ болады едім. Спауннан қазған жақыннан салайық, мына спауннан жақын жерге. Онда бір бәле. Или мына жерде жақсы болатын секілді, мына жерде әлем сияқты. Ерге ма? Енді осылайды сосақ болады нейіз? Бізге тек бастапқы бірінші күн ғой бұл. Онда менде идея болып тұр. Былай көрсек. Мына инструменттің бәрін алып кетіп сол жерге. Факкемді ішіне қойш. Қазір мына жердегі бүкіл ресурс спаунерді стактап алып тастайық. Сосын бізге сұндық үсту бар қас. Мен де ағаштар көп. Adana işte kırmızı. Piş tadım bak. Oldu işine sana salak. Şimdi şu gold kit adı gelip. Hep bazanda 7 tepsi lan. Yapsın kendimden gerekse.
O. Sandık çıkıyorsa sandık. Ya sandık siz o. Ben poylar olsa olmayadın. Kravatlar size oladı. Taxta valla. Ең басы бізге есік керек секілді менің ойымша. Kim bakıptı? Çatı. Aslı etpige. Yürü çatı. Zombilara ispanset prensat kan ispanset yürüp. Dedim, insanlar güdür okuyayım o, ben şu zombi. O mensan şey vardır mı? Мен қазір саған көмекке келем. O. Bir ismin boyunca tapırsallı oran kurdu jegzetti mi biraz ediyorsun mu çe? Çe meşten qarağanda. Potom sekre burasın qarış. Soğuze qarış. Ko buran jegzet. Қане зомбилар. Zombi nereden gördüm qarış? Bir zombi çıktı bana. О, менің алдыма бір зомби келе жатыр. Кел, кел. Kaldı yüzü жоғалтып olmak ben çocuk. Musaqtada olur hey. Алма. Міне саған. Міне. İsa fakirleri kolpmuş. Қойып қойдым. Ha boldu şey oldu mu? Ya boldu sırası koyun. Dur ay. О, мен де охотник званиясын алдым. Ya men de afendik. Sen de aldın mı? Ha boldu. Şimdi bizge... Şimdi problema no. Hamak ben problemim tursun şişi görük. O zombi. O. Қаш, мен өзім. Hemen de kamini Қан скелет қаяқта? skelette başlamak mı da yatıyor? Bırak. Man kas kaymen de instrumentler siver kod. Kaymen instrumentler siver olayın. Kaz man kaymen instrumentler. Маған көмек керек. Оу. Çok kaymenler ağustapın. Avela. Жаным аз кентай қалды, көмек керек. О. Менің ойымша мен зомбидің етін жеуіме тура келіп тұр. Dostlar bizge opçina vuruk opta sozunanday paydalan olamız ya. Kuşlarga damıt oladan bizge vuruk koma vuruk opta paydalanıp bizanday. Bulardanday. Küçücük bulada. Gripterden substisi bulada. Biz Мен не деген голод деген дебаф алдым. Өте жағымсыз дебаф екен. biz kişinde gezdenday. Uğratnıga. Andi ciğerin aslında takılıp zondan tüyüsü hazır. Hazır. Tüm korkmuş yok koya. İşte korkmuşsun da gülleri de halk götürür maçı insan kalkıyor ha. Hazır bizden dey. Birazdan bıktırıyor. Kinan dey. Ademle. Çota bir yerin iskelet nasılsın ben biliyorum da. Kalbinde tamam karnı açtı. Oturup. Менің жаным аз кентай. Менің жаным бір. Молодец. Civan sen tamak. Тамақ яблоко ғана қарсы ақылы. Опа. Кішінің дауысын естігендей болдым. Ölmüşsün de olsun. Feyzen. Yani o жерден пауктан біз садақ жасай аламыз. О, крипер. Creeper havaya sak bulsa Creeper zaman. Ben düz Creeper'den sak bulur. Creeper'ime köpçe çaradı onu. Крипер ayağımın астында. Жағып қалма. Оу, жарылды. Жарылайын деді, енді жана дегенде қалды. Canım azaldı benim de. Bir cızala diyeyim zaten. Cüz kasbedik. O cigla biraz. Nam ya da iskelet geldi diye. Creeper'ı gördü. Бәріміз жарды, бірақ инструмент
Zombi артымыздан. Kim деп қатаймасына, понятно, өс. Getouwen komt, hè? Fakkel, maar was in de... Bah, 4 ғана бар екен. bir есіп қойсаң болады сосын. Бұл жер, короче, комната болады бізде. Анер бізде, короче, рабочий место, анер комната. Комната енді безендіргіл, әдем ол. Біз деревня іздемейміз бе онда? Біз қазір ше ой жақта қолына тұрамыз, ертең ресурстарын бәнденек бітіп болып. Бізге, менің ойымша, бізге жақсылап осы жерден дамып алу керек, кейін өз-өзімізді қорғай алатын уақытқа жеткен кезде жылжи берсек болады дәлше. Әйтпесе қазір біз өз-өзімізді қорғай алмаймыз, біз жан мекеуі қалды менде. Менде тамақ таппай кетеміз. Деревняда бірақ жақсы тамақ табатын секілдіміз. Ертең азанмен тұрып, или болмаса күн шықты ма? Күн шыға салысымен бізде тамақ жинау керек болады. Себебі тамақтың өте екен алғадық, мына зомбидің етін жеуге тура келеді қазір. Бірақ грибочек қалыпты ғой енді. Қызыл грибочек болғанда. Вриттен бір субстанция қой, мынаны жеуге ола ма, мына черный бір бәле дейді. Черненный мешок дейді. Мен білмеймін не істеу болады. Енді достар, советтеріңізді жазып кетіңіздер комментарийге. Біз барынша оқып, пайдалана отырсамыз, үйді қаяққа соқсақ болады, о, азан болған сияқты азан болған секілді бізде. Енді достар, мен де чаңқты екке ұрып қойдым, себебі видео қаппай үшін, компьютер қаппай үшін, мен сол жерді барынша айтып қойдым, сіздер рахаттан көру үшін ешқандай қатпай. Сол себепті енді осымен достар, бірінші серияны біз аяқтайық. Егер де видео ұнаса каналға лайк басып кетіңіздер. Сіздермен бүгін болған мен Байұлы және Зеп болды. Енді біз кеттік. Сау болыңыздар.